Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, бөлім үйренге жазыламыз. Осы видеоға лайк басамыз, достар. Актив приложенияны открыть басамыз. Егер болмасаңыз тіркелесіздер. Мына жерде сменить тариф деген бар. Арзаннан бастайық. Топ деген тариф. Бұл видео енді майдың соңына дейін жарамды. Одан кейін бұл видеода жарамсыз болады, себебі осы жылдың 2023-тің себебі басқа тарифтер шығады, условиялар өзгереді деген сияқты. 2890 теңге тұрады бір айға, 7 гигабайт береді. Казнет.kz тегін безлимит 60 минут береді. Безлимит кесілмен активке тегін соға аласыз. 2 рет көбейтіледі. Егер 3 күн 4 күн қалғанда сіз қайтан осы тарифті қоссаңыз, қалған гигабайт танысамыз. 5 шаг жасасаңыз сізге күніне 200 мегабайт беріп отырады. Бұл жерде гигабайтты ауыстыруға болады. Мысалы 50 смс-ті 1 гигабайтқа 10 минут көп сөйлеспесеңіз, 10 минутты 1 гигабайтты біреуге аударуға болады. 25 теңге минутына Өзбекстанға соғуға телефон шалуға болады. Тарифті қосу үшін жұлдызша 400 жұлдызша 1 тор басасыздар. Немесе приложениеде қосқан жақсы. Жалпы қанша қалғанын, қай күні дата списать ететін, бітетін тариф қанша қалғанын, тариф өтуіне жұлдызша 111 жұлдызша 3 тор басасыздар. Бағасы 2890. Мысалы, ол сағат 23:00-ден 2:00-ге дейін Алматы уақыты бойынша списывать етіледі. 23-ші, мысалы 23-ші қосында қаңтарда, 23-ші ақпанда осындай уақытта абоненттік плата төлеу керек. Егер сіз сол уақытта ақша болмай, мысалы 2890 теңге болмай, онда сізге бір күндік пакет қосылады. Яғни балансыңызда қанша бар, сонша, мысалы сізде 80 теңге болса, онда 70 теңге списывать етіледі, 100 мегабайт береді, 3 минут береді басқа операторларға, және актив пен кесілі безлимит. Ал егер 190 теңгеден артық сома болса, онда 190 теңге списывать етіледі, 1 гигабайт береді, 10 минут басқа операторға береді, актив пен кесіліға тегін лимитсіз. Ежедневный пакет, яғни күн сайынғы пакет, ол түнгі 1-ге дейін жұмыс жасайды. Ол өшірілуге болмайды. Тек қана сіздің балансыңыз болмада автоматически қосылмайды, тек қана. Ол өшірілмейді. Егер пакетке ақшаңыз болмаса, онда 2 теңге 1 мегабайтқа кетеді, және барлық операторларға 18 теңге минутына кетеді. Тариф қосқаннан кейін, бәрібірде сіз егер домашкаға соқсаңыз 25 теңге минутына кетеді. Ал смс жіберсеңіз, кесел актив басқа оператор болсын, онда 18 теңге кетеді. .kz-тен олар безлимит, яғни тариф кетпейді. Сосын мұнда условия добросовестного использования услуг дегеніміз, ол сіз қараңыз, таңертең сет жақсы, объектен нормально, кешке қарата скорость түсіп қалады. Ол не үшін? Себебі барлығы бірдей интернетке кіреді. Уже нагрузка түсіп кетеді сервер. Сол үшін скоростьті бәріне бірдей жеткізу үшін бұл условия добросовестного использования услуг дейді. Сондықтан скорость төмен болса, бір арнайы уақытта, значит, мынау жұмыс жасап тұр. Бірақ енді көп жерде ойнайын, активте вообще скорость онша емес болып кетті. Сосын мынандай естеріңізге салайын. Внутренний трафик деген бар. Ол кәдімгі лимитсіз, бірдеңелерге лимитсіз. Және внешний трафик деген бар. Алда уақыт тоқтағанбыз, мына жерде байқап отқандай социальный сеттер тегін емес.
удвоение гигабайт за реактивацию деген. Так, гигабайтыңыз 2 есе болады. Бірақ ол қалған гигабайт па, мен оны білмей тұрмын. Қалған гигабайт па, немесе сол банағыдай осы 7 гигабайт 2 есе бола ма? Оны уже активке сұрақ қойып кетіңіздер. Зато 4-5 күн қалғанда сіз уже, мысалы, сіз қараңыз, 4-ші қаңтарда салдыңыз, 7-8 қаңтарда тариф қостыңыз, бірақ сіз 4-ші ақпанда уже бұл тарифті қайтып қоссаңыз, яғни қайтадан дәл өзі переподключить етсеңіз, онда уже сізге уже 14 гигабайт болады. Міне акциясы оны осыған дейін 14 гигабайт, яғни удвоение жүреді. 2 есе. Так, бұл жерде енді сіз приложениеден қоса аласыздар, Хадиза гига деген функцияны сізге 200 мегабайт беріп отырады. Айына 6 гигабайт пайда табуға болады. Так, білесіздер, 10 минут банағыдай 10 минут және 50 емес, ол 1 гигабайт. Оны уже приложениеда алмастыра аласыздар. Бұл жерде бонус жинауға болады. Бонусы реально, бірақ білмеймін, атақты Ого бонус деген карта ашасыз, банк сияқты ғой, актив. Одан кейін сіз балансыңыз ақша сияқты, сіз қызметтер сатып аласыздар. Ол 90%-ке дейін кэшбэк береді. Сол жиналған кэшбэкті сіз уже дәл сол 100% жиналған кэшбэкті уже тариф төлей аласыздар. Так, гигабайтты біреуге жіберуге болады. Мысалы, бір туысқаныңыз қиын жағдайда болып қалса, сіз оған үйіңіз сияқты, бірақ үйіңіздің орнына сіз не жібере аласыз? Гигабайт, Ол үшін міне? Жұлдызша 454 тонна жіберуге болады, Услугу доптусын, міне. Осы тарифтерден басқа барлық тарифтерге мүмкіншілігі бар. Топ деген тарифқа тегін, мен айтып отқан, бірақ басқа тарифтерге уже 1 гигабайт 50 теңге, 3 гигабайт 150 теңге. Сіз гигабайт, мысалы, 1 гигабайт бердіңіз, мысалы, 10 гигабайт бердіңіз. Бірақ оны уже бір аптада бітіріп тастау керек, күйіп кетеді. Так, қандай мүмкіншіліктер, несі жоқ, лимит жоқ, қанша берсеңіз өздеріңіз білесіздер, басқа операторға беруге болмайды. Ол безлимитный интернет болса, оған бере алмайсыз уже. Годовой интернет деген подключен қызмет қосып тұрса, оған да бере алмайсыз, Welcome бонус деп тұрса, оны да бере алмайсыз, Ночной трафиктегі гигабайт болса, оны да бере алмайсыз, Және сізге банағыда акция бойынша гигабайт берсе, басқа жағдайлар болса, сондай жағдайларда болса, гигабайт берсе, оны сіз аудара алмайсыз. Келесі тариф бізде топ М деп аталады. Подключить аласыздар, подробно деп танысайық. Топ М дейді. 13 гигабайт береді. Бұл жерде уже Казнет, соцсеть, мессенджер, видео, безлимит 120 минут береді. Бағасы 3690, безлимит. Так, гигабайт. Бұл жерде де бар, Хадиза гиги, удвоение бар. Мына жерде де алмастыруға болады. Мына жерде деген, әрине, бұл деген өте қымбат. Тарифтердің бірі өте қымбат емес. Қазір заманы қымбат әлі. Гигабайтпен, ал гигабайт аударуға 25 теңге минутын Өзбекстанға соғуға болады. Немен төлеуге болады, картамен. Төлесеңіз, полностью тарифті төлеп тастауға болады бонуспен. Так, тарифті қосу үшін приложение немесе жұлдызша 400 жұлдызша 2 тормен төлеуге болады. Және мен қанша қалғанын, қанша неткенін. Абонентская плата 3690. Білесіздер, қанша қай уақытта алынады. Банағы тариф, дәл осылар банағы тарифін бірдей десем, онда түсінікті болар. Себебі
уже ежедневный пакет қосылады, егер абоненттік плата төленбесе, мына тоже 1 гигабайт 190 теңге 10 минут, күн сайын 190 теңге алып отырады, 70 теңге алып отырады. Оны біз білеміз, тарификация балансы, ол тарифке қарамайтындар 25 теңге минутына, домашке соқсаңыз, активке немесе басқа операторға смс жіберсеңіз 18 теңге, оны білеміз. Мына жерде уже бізге не ең бастысы, ол мына жерде бізде міне YouTube тегін, YouTube Kids тегін, Twitch тегін, Bizlimit, Netflix, TikTok, Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассник, Twitter, Pinterest, WhatsApp, Telegram, Viber, Imo, Bizlimit. Условия добросовестного использования бар. Так, мына жерде бізде енді міне внутренний трафик ол Bizlimit, внешний трафик деген бар, сыртқы трафик, ол неге Bizlimit емес? Мен білмеймін, ол жаман әрине. Оның ішіне егер сторис қарасаңыз, сторис көп қараймыз ғой, уже гигабайттарыңыз кетіп жатады. Онлайн трансляция қарайсыз ба, TikTok болсын, Instagram болсын, тағы да трафик жеп жатады. WhatsAppқа звондасаңыз, сөйлессеңіз, тағы да трафик жейді. Телеграмға звондасаңыз, Imo, Viber мен звондасаңыз, онда гигабайтыңыз кетеді. Приложенің орнына браузер пайдалансаңыз, трафик жейді. Уведомление, жақсы уведомление, маңызды емес. Автообновление болады Play Marketте, Google Play'де. Олда да трафик жейді. Баннер реклама приложение ішінде неше түрлі, оларда трафик жейді. Олар көп емес қой. Ең басты міне байқаңыз, звонки, онлайн трансляция қарайсыздар көп. Instagram сторис көресіздер, ол жаман, қараңыздар. Instagram тегін дейді, бірақ сториске ол трафик жеп отыр. Соны естеріңізге салып қойайын. Удвоение реактивация деген бар. Оны білеміз, тоқталмаймыз. Ходи за гигом қосасыздар функцияда, 5000 шаг жасаңыз, сізге 200 мегабайт береді. Гигабайтты минутаға ауыстыра аласыз, смс-ті минутаға ауыстыра аласыз, Ого бонуспен жинап, бүкіл тариф төлеп тастауға болады. 10 гигабайтым деген бар. Если закончились минуты, оны да білеміз, интернет уже бананы күн сайынғы пакет төленетін, ол интернетті уже кіре алмай аласыз. 18 теңге кетеді минутына басқа операторларға. Сіз ол үшін тарифті қайтып қосу керексіздер. Баланс салып, жеке кабинетіңізде банады приложениеде. Немесе жұлдызша 167, жұлдызша 1 тор басып, осы тарифті қайтып қосуға болады. Так, бір себеппен срочно интернет керек болып қалды. Сіз күн сайын бір ежедневный емес, уже бір интернет сатып аласыздар, яғни гигабайт. Приложение дұрыс жұмыс жасамай тұр, что-то. Көрдім, так. Жұлдызша 444 тор басып, сіз интернет сатып аласыздар. Гигабайт. Так, Өзбекстанға 25 теңге минутынан тоқталмай қой. Келесі банки Өзбекстан десе, көрсеңіз, ол түсінікті деген сөз. Так. Бізде қандай тариф? Так, бізде топ L деген тариф бар. Көрейік. Келесі бағасын қараңыздар. Топ L 4690 бір айға 30 күнге 18 гигабайт береді. Соцсеть, мессенджер, видео. Bizlimit 220 минут береді басқа операторға. Bizlimit кесел мен активке 4-5 күн қалғанда тариф қайтып қоссаңыз 2 есе көбейтіледі гигабайт. Және ходи за гига деген функция бар. Білеміз, меняй на гиги деген гигабайт аударуға болады. Өзбекстанға звондауға болады. Так, по тарифті жұлдызша 400, жұлдызша 3 тормен қосуға болады. Жұлдызша 111, жұлдызша 3 тормен сіз қанша қалғанын көруге болады.
Так, абонентский плата 4690 қашан алынатынын білеміз. Ежедневный пакетке тоқталмай ақ қояйық. Банағы сол айтып кеткен тарификация с баланса тоже тоқталмаймыз. Мына жерде внешние условия добросовестного использования білеміз. Удвоение гигабайты дегенде білеміз. Ходи за гигайды білеміз. Гигабайт аударып білеміз. смс пен минутын аударып білеміз. Так, сіз бөлек минут сатып ала аласыз. Міне 60 минут 790 теңге. Командасы 60 минут тіпті даже активкеде жұлдызша 888, жұлдызша 2, жұлдызша 1, жұлдызша 1 пәрменін басып қоса аласыз. Так, 100 минут деген жұлдызша 888, жұлдызша 2, жұлдызша 2, жұлдызша 1 тор басып қосуға болады. Бағасы 990. 60 смс-ті көрейік. Ол 590. смс-ке жақсы тоқталмай қой, бізге смс көп керек емес. Так, біліп жүремге жазыламыз. Осы видеоға лайк басамыз. Так, сіз мына жерді көріп отырсыздар, делит етуге болады. Міне мына тарифті көрші, танышы, осы тариф жақсы деген сияқты сіз оны поделиться ете аласыз. Біліп жүремге жазыламыз, міндетті түрде подписаться басамыз. Келесі біз киім сияқты топ XL дейді. Топ XL көрейік. 5690. Бұл жерде не бар екен, күй жоқ, 33 гигабайт береді. Соцсеть, мессенджер, видео, казнет, тегін, безлимит 320 минут береді. Кесел активке безлимит, гигабайт удвоение. Мына жерде наоборот, новый не бар деп күтіп отырсың. Мене ходи за гиги, меняй на гиги. Так, Өзбекстанға минут 25 теңге, оны тоқталмаймыз. Подключить тариф. Тарифті былай қосу үшін жұлдызша 400, жұлдызша 4 тор пәрменін басасыз. Тексеру үшін осы. Абонентский плата 5690. Ежедневный пакет, тарификация баланса дегендерге тоқталмаймыз. Біз уже білеміз. Оны біз таныстық. Бұл жерде ең жаңа не бар, тек қана жаңа ешқандай ештеме жоқ. Тек қана 33 гигабайт береді, 320 минут деген бар. Бұлай айтқанда қымбат тариф, қымбат не. Келесі бізге танысайық. Келесі, бұл уже смартфонға, бағасы қараңыз 8790. Бір кредит сияқты. Безлимитный интернет дейді. 320 минут береді басқа операторға. Актив пен кеселге тегін 25 теңге Өзбекстанға. Так, бұл тарифке қосу үшін жұлдызша 400, жұлдызша 5 пәрмен басып қосуға болады. Остаткін білесіздер қалай қарайтын. Бағасы 7990. Так, безлимиттің интернетті қараңыздар. Безлимиттің интернетін қараңыздар. 200 гигабайт береді. Сосын скорость 256 килобитке дейін түсіп кетеді. 256 килобит деген адам емес ол. Лайктың интернет амал жоқ, қайтып қосуға болады. Қайтып қосу үшін тарифте немесе приложениеде немесе 167 жұлдызша 1 пәрменін басып тор басып қайтып қосасыз. Так, бір жақсы жүр, минуты күйіп кетпейді екен, келесі айға аударылады екен. Так, 100 минут қалды ма, ол келесі айға аударылады. Бірақ қайтып осы тарифті дәл осы қайтып қоссаңыз, уақытынан бұрын
сонда ғана дейді. Так, минутаға тоқталмай ақ қояйық. Біз білеміз уже минуты бөлек сатып алуға болады, егер минута бітсе. Так, бонус, тоқталмаймыз. Келесі. Так, топпен біз таныстық. Енді бізде реактив деген тариф бар. Бұл ең арзан тариф. Қазіргі мына 2590. Мынаған қарағанда. Не бар 2590-да көрейік. Так, реактивте 6 гигабайт береді. Так, 60 минут береді басқа операторға. Без лимит. Актив пен киселға. 100 емес береді, мына жерде қызығы. Кисел мен активке және гигабайт алмастыруға болады. Бұл жерде көрдіңіздер, гигабайтты жібере алмайсыздар, басқа біреуге. Казнет тегін .kz-тен бітеттерге тарифту кетпейді гигабайт. Сіз бұны приложениеден қосуға болады, немесе жұлдызша 166 жұлдызша 1 жұлдызша 15 торбас қосуға болады. Осында жұлдызша 111 жұлдызша 3 тор басып, қанша қалғанын, қанша гигабайт, қанша минут, қанша смс қалғанын, абоненттік плата қанша қалғанын білуге болады. 2590 сол 23:02 аралығында алынады. Егер сіз бағанағыдай тарифке ақшаңыз жетпей, онда сізде уже күн сайынғы пакет қосылады. Бұл жерде уже 600 мегабайт, активке тегін соғу, күніне 150 теңге кетеді. Ал егер сізде 150-ден төмен болса, 70 теңгеден артық болса, онда 100 мегабайт береді. Кисел мен активке тегін, без лимит. Осы жерде домашка 25 теңге, смс 18 теңге, басқа мобильный операторларға. Мына жерде жүр кисел мен активке не беріп тұр, смс. Казнет .kz-тен бітетін мегабайт кетпейді. Условия добросовестного использования деген бар. Внешний трафик, внутренний трафик, сыртқы трафик, ішкі трафик дегенді білесіздер. Қай жерде лимитсіз, қай жерде лимит емес. Гигабайт алмастыруға болады. Бөлек интернет сатып алуға болады, және минута тағы да бітіп қалса бөлек сатып алуға болады. Келесі бізде тариф реактив 3290 дейді. Бір айға 12 гигабайт береді, бұл жерде 110 минут береді. Актив пен киселге лимитсіз звонок, 100 смс береді. Гигабайтты минутаға алмастыруға болады. 10 минут ол 1 гигабайт, 50 смс ол 1 гигабайт. Казнетке тегін. Казнетке лимитсіз. Тариф қосу үшін жұлдызша 166 жұлдызша 1 жұлдызша 16 тор басып қосуға болады. Қарау үшін осы қанша қалған. Бағасы 3200. Ежедневный пакет. Бұл жерде уже басқаша ежедневный 1 гигабайт береді. Кисел мен активке лимитсіз 200 теңге күніне. Немесе сізде 70 теңге, 200-ден төмен болып 70 теңгеден артық болса, онда 100 мегабайт береді. Кисел мен активке лимитсіз. Домашканы білеміз, реактивация тарифі дегенде. Бұл тарифті егер уақытынан бұрын қосқыңыз келсе, жұлдызша 167 жұлдызша 1 пәрмен басып қосуға болады. Бұл жерде акция болыпты, удвоение гигабайты деген күшті негізіне акция. Без лимит услуг внутренней добросовестіне білеміз, ішкі трафик, сыртқы трафикті білеміз. Актив менет гигабайт білеміз, минуты бөлек сатып алу, интернет бөлек сатып алуды білеміз егер бітіп қалса. Мына жерде бізде 4400 емес, 4990, 32 гигабайт береді, 310 минут береді. Актив пен киселге лимитсіз 100 смс береді, және гигабайтты алмастыруға болады. Казнет
соцсет, мессенджер, видео, музыкалар тегін. Так, мына жерде бізде реактивация қайтып қосу үшін осыны жұлдызша 167 жұлдызша 1 тарификасы баланс білеміз, безлимит казнету білеміз, условия добросовестного использования білеміз, гигабайтты алмастыруды білеміз, минут бөлек сатып алу, интернет бөлек сатып алуды білеміз. Так, реактив 7990 деген тариф ол. Реактив 7990. Безлимитный интернет 300 минут береді басқа операторға. Кесел мен активке лимитсіз. Бұл тарифті қосу үшін жұлдызша 166, жұлдызша 1, жұлдызша 19 тор басасыздар. Остатқа қарау үшін. Абонентский плата бағасын білеміз. Ежедневный пакет бұл жерде 1 гигабайт күніне қосылады, немесе 70 теңгеге 100 мегабайт қосылады. Егер пакетте қосылып бітсе, мобильный интернет 2 теңге мегабайтына, және басқа кез келген звонок домашкіден бөлек 18 теңге минутына. Білеміз, безлимитный интернет бұл жерде қараңыздар, 200 гигабайттан кейін скорость 256 килобитке дейін түсіп кетеді. Соны қараңыздар, несі мынаны безлимит сонда? Қазір 200 гигабайтты адам деген егер мынаны қосып отырса, уже мынандай бағаға, ол уже интернетті мен көп пайдаланам деген сөз, ол 200 гигабайттан асам деген сөз. Оны қараңыздар, 256, интернет үсіп тайды деген сөз, ол 256 килобит деген скорость емес мына заманда. Минут сатып алуға болады бөлек, білеміз. Так, келесі бізде білім деген тариф, образовательный сайттарға тегін, бағасы 990, 1 гигабайт береді. Достар, мен бұл тарифке тоқталмай қойын, бұл тариф қатты немес. Безлимит, көп тоқталмаймыз. Бұл тариф қосу үшін жұлдызша 166, жұлдызша 1, жұлдызша 10 бәрмен басасыз. Міне, білімге қатысты сайттар лимитсіз бір жақсы, гигабайт кетпейді. Мұғалімдерге білмеймін, бұл тариф қалай, бұл 1 гигабайт бәрі бітіп қалады. Поговорим плюс деген тарифті көрейік, 1890 теңге. Поговорим 100 минут береді басқа операторға. Кесел мен активке лимитсіз. Образовательный сайттар безлимит. Бұл тарифті қосу үшін жұлдызша 166, жұлдызша 1, жұлдызша 20 тор басасыздар. Немесе тариф бойынша қосасыздар. Бағасы 1890 теңге. Ежедневный пакет бұл жерде қосылады екен, 5 минут береді басқа оператор, және кесел мен активке лимитсіз, бағасы 110 теңге күніне. Егер абонентсіз тарифсіз ақшасын төлемесеңіз, ежедневный пакет автомат түрде қосылады, оны сіз уже өшіре алмайсыздар. Тарифке байланысты емес, бәрібірде единісіңіз кететін, ол не? Интернетке кірсеңіз единісіңіз кетеді, домашкаға соқсаңыз единісіңіз кетеді, смс кез келген номерге жіберсеңіз, активпен кеселге жіберсеңіз 7 теңге, басқа операторға жіберсеңіз 14 теңге кетеді. Бұл жерде уже білімге қатысты нелер, минуттан бөлек сіз ала аласыздар. Мен айтып кеттім оған дейін, минуттан қалай алу керек екен. Простой, ол вообще бүкіл тарифтен шығып кету, ешқандай тариф емес, жай ғана сізге звондасақ көтересіз, интернетке де кірмейсіз. Менде осы тариф қазір. Маған менде, потому что басқа неде интернет бар, активте бар. Бірақ мен басқа операторға звондасам, кез келген оператор 18 теңге кетеді сразу минутына.
домашкаға соқсам 25 теңгеге кетеді. СМС 18 теңге, бәсе мен единственно неге тез кетеді десем, осы екен, қазір біліп отырмын. Интернет 2 мегабайт, жақсы интернетке мен кірмеймін. Бұл тарифті қосу үшін жалпы барлық тарифтен шығып кеткіңіз келсе, жұлдызша 166, жұлдызша 1, жұлдызша 11 тор басасыздар. Немесе приложениеде қосуға болады. Бұл енді модемі барларға көп тоқталмай қойын, модемі барларға актив кеселге звондасаңыз, егер неге салсаңыз телефонға, модем барларға, роутер барларға осындай бұл тариф бағасы 5490. Бұл тарифті қосу үшін сіз кесел мен активтің өзіне роутер салған бірінші ай тегін, екінші ай уже 5490 теңге төлеп, абоненттік плата төленіп отырады. Бұл жерде де сондай, чисто енді модемде болғаннан кейін ойлаймын, мына жерде де қараңыздаршы, 200 гигабайттан кейін скорость тағы да түсіп кетеді. Реактивация дейді. Бұл жерде бөлек интернет сатып алуға болады тоже. Реактивация. Қайтып досрочно 200 гигабайт бітті, скорость түсті, отрубить етілді. Қайтып қосқыңыз келсе, жұлдызша 167, жұлдызша 1 тор пәрмен басасыздар. Бөлек гигабайт сатып алуға болады, минут сатып алуға болады, біз оны білеміз, тоқталдық. Неге ұзақ тоқталмайын дейді, оны мен айтып кеткенмін оған дейін. Ол бәрі сол қайталап айтып жатыр, дәл соны. Бұл особый деген уже мүмкіндігі шектеулі адамдарға, ол уже интернетке 0,5 теңге 1 мегабайт, тез кіретін, актив пен кеселға 1 теңге минутына, СМС и кесел мен активке 1 теңге, басқа операторға 2 теңге, тек қана оны уже филиалға барып құжат көрсетсе, сосын қосуға құжатын көрсетсе қосуға болады. Абонент плата төленбейді бұл жерде. Достар, егер сіз мынандай тарифтерді қалай қосады, мындай тариф Алло Қазақстан баяғы мыңғырық замандағы нелерді қалай қосады деген не болса, сіздер уже бұндай тарифтарды қоса алмайсыздар. Бұл уже архивный, түсінесіздер ме? Болды. Архивный бұл тарифтер қоса алмайсыздар, архивный тарифтер. Ол болды, тарихта қалған, просто архив ол уже. Бұрынғылар қосылғандар қалды, бірақ сіз қоса алмайсыздар. Даже бұрынғы тарифтер қосылған уже қуанбай-ақ қойсын. Оларға бағасын көтеріп жіберді уже. Почти сіз сияқты сөйлейді оларды. Баяғыда айтатын еді ол, менде ана тариф күшті, мен дедім. Оларға уже қазір оператордың бәрі бағасын қымбатып жатыр. Ал сіздерге мен айтатыным, мына видеоны қарап, құр қарап кетіп қалмай, подписаться басып, лайк басып кетсеңіздер, қуанатын едім, ұмытып кетпеңіздерші.